Бұл күндері облыс орталығы мен еншілес Тасбөгет қалашығының бой көтеру тарихы, ондағы жасампаз жандар жайлы әңгіме бола қалса, алдымен тілімізге үзеңгілес жолдас, қимас досымыз болған Тасмағамбет Батыршаевтың есімі оралады. Оның аты мен өмірдегі әрекеттері, атқарған жұмыстары мен азаматтық парасаты осы төңірек түгіл бүкіл облыс жұртшылығына жақсы аян. Ол мұндай ел құрметіне екінші жаһан соғысындағы бейбіт еңбек майдандағы жан қиярлық өнегесімен ие болған. Ешқандай ішіңбе ашуы айтып, я болмаса айқайлап еткен жоқ. Сол не шақты сол шырағым, қарағым деп жаңа үлкен кісі қойды. Сөйлеп жүретін де оның. Таза коммунист еді. Bir айтқаннан онша қайта қоймайтын. Сам к себе он был требовательный. Я опять повторяю то, что он на работу никогда не опоздает. С работы уходит на час позже. Мінезі тіктеу, өз сөзіне нық, өтірік айтпайтын, сондай кісі еді. Өз жұмысына өте мықты, сауатты кісі еді. Осы біздер мінекей ел қатарлы болсын деп, осы балдарымның жүрегінен ой табайын деп, балдарымның мысалға анасының жоқтығын білдірмейін деп, осы біздерге үлкен тамаша күндерді сыйлайтын еді. Мысалға туған күндерімізде қандай туған туысқандарды жиналып, осы балдарымның көңілі көтерсін деп істер еді. Осы үлкен іс-шаралар өткізетін тұғын әкем. Міне осының өзі мінекей мен ойлаймын ғой, әкемнің ақылдылығы, тапқырлығы деп ойлаймын мінекей. Бұл кісі өте сондай бір талапшыл, өте жан-жақты ойлап жүретін, әр адамға бір жақсылық жасасам деп соны қарастырып жүретін сондай кісі болған. Ол кісінің енді бәрі қатаң, сталинский воспитание, анау дейді, бірақ маған лично ол ондай воспитание строгий көрсеткен жоқ. Еркелі кенже баласы болғаннан кейін, мен кенже болғаннан кейін еркелете білді, постоянно еркелететін тұғын. Ешкімдерге, үлкен ағаларыма айтып қояды, ұрмаңдар, тұда-суда деп. Кішкентай кезімнен бастап енді мені лагерге жіберетін тұғын, 3 ай. Әңгімені кешегі ел ағасының бүгінде бақилық болған әруақты өмір жолы тарихының алғашқы беттерінен бастап сабақтайық. Тасмағамбет Батыршаев 1923 жылы Сырдария ауданындағы Тасарық, қазіргі Тасбөгет қалашығының орны колхозында дүниеге келді. Содан қаладағы 1 мамыр мектебінен білім алады. Говорит Москва. Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, регулярные войска германской армии напали на нашу страну. Фашист басқыншылары шекара бұзып, отанымызға ойран соғыс бастағанда бала Тасмағамбет замандастарымен бірге ел қорғауды армандап өтініш береді. Ақыры тілегі қабыл болып 1942-ның мамырында әскерге алынады. 1942 жылы 5 майда бізге шақыру қағаз келді армиядан. Ал 11 майда аттанып бір вагон болып осы жерден кеттік. Япония өзінің күшіменен Оралға дейін келіп, біздің жерімізді алмақшы болып, жасырын түрде келіскен екен. Солардың істер біреуді бойдағы аспай қалды. Сіздер мен біздер Кавказды қорғағанда төлкі шыбын жанымыз ғана қалды. Биттеп кеттік. Көрейіне селепата болдық. Таудың арасында жатып. 9-шы армияның қарамағына бізге кәкірелдер беріп, сонда болдық, әрі шекараны қорғадық, сондықтан Түркияны біз соғысқа жібермедік.
Stalin'in buyruğu boyunca Başsaray Kırım'da bosatkandan keyin за измен Родину, за практического оказания помощи немецким захватчикам во время войны крымских татар выселить на отдаленной территории Советского Союза в течение 24 часов за сопротивление расстрел. Мен командир отделениянын парторгпун, комсоргпун, секретный не келип, сіздердің қора-қораға бөлді, сендердің шығып кеткендеріңді білмедім, мынандай квадратқа жиналасыңдар деді. Соған біз түнде барсақ, алдында ешнәрсе жоқ еді. Солдат деген құмырсқадай болып кетті. Машина деген өзіміз сасып қалдық, немістер қайтадан прорыв жасап келе жатыр екен деді. 24 сағаттың орнына 20 сағатта сигнал берілді, операция успешно закончена. Сбор в таком-то квадрате. Барсақ стадион екен. Сосын жаңағы генерал біздерге бәріне сол операцияға қатысқан қызметіне Сталиннің атынан алғысы. Мені біздің жолымыз. Сосын, сосын оны біткеннен кейін, сосын бізді қайтаменен вперед на запад. Біз өзіміздің армиямызды Литвада қуып жеттік. Оның жорық жолындағы ерлік істерде Тәкеңнің азаматтық бейнесін айқындай түседі. Командирлердің сеніміне енген жас жауынгер ұзамай 3-ші Белоруссия майданына жіберіледі. Сол құрамда жүріп ол Қырымды, Украинаны, Кенигсбергті, Литваны азат ету жорықтарына қатысып, елге 1948 жылы оралды. Майдан даласынан жеңіс жөніндегі ел сенімі әбден орныққан соң қайтқан Тәкең ауылға келген, аз ғана демалды да сол кезде енді қыза бастаған Сырдарияға салынатын бұғалықтың құрылысына платинастройға тәбілші болып бейбіт еңбек жолын бастады. Платинаның басталуы 1942 жылдарда басталды. Сол бойынша соғыс болғаннан кейін тоқтап қалып, қайтадан соғысты өткеннен кейін 45 жылда содан кейін бері қайтадан басталды. Бұл халықтың күшіменен ел ауылдарының бәрін халық жинап, қол күшіменен өгеде механизм не жоқ, қол күшіменен болды. Бұл топырақ ұсат тұрғызбайды, мына су көп. Ол үшін жаңағы сеткісі жасап, соған қамқи топырақ анеға тас салып, сөйтіп барып, бөгемесе ие бермейді су өткен көп. Екі жақтап үйеміз, екі жақтап үйгеннен кейін, енді 1 метр, 2 метр қалғанда судың күшіменен шығып кете берді. Сосын сол айты жоқ, бұл болмайды екен, бұл жаңа сваркілеп сет жасап, сөйтіп ішіне тас салып, сөйтіп барып тастау керек деп дейді. Соның айтқан істеп, сонымен сол сетке салып, ішіне тас салып, сөйтіп барып байладық. Сонан барып тасбөгет болып аталды. Осылай 2 жылдан астам құрылыста еңбек еткен Тәкең өзінің елгезек еңбек сүйгіштігімен, ждақаттылығымен көзге түсті. Құрылыс басшыларының сеніміне ие болып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Сол жылдар беделінде қыстақтағы құрылыстарға темір жол жеткізілді. Электр станциясы, бетон, кірпіш, ағаш өңдейтін заводтар тағы басқа құрылыс ұйымдарының жұмысы атқарылды. Менің апам Танкаман қызы Бәку 1930 жылы Қармақшы ауданы Шапай қалғызында дүниеге келген. Сонан кейін кеше осы Қызылорда облысынан Тасбөгеттен платина ашылып, осыған кеше 46 жылы жұмыс қолына осы Тасбөгетке 40 үй көшіріп келген екен. 48 жылдың октябрь айында, октябрьдің ұмытпасам 15-і болу керек, сол шамада әкемді больницаға апарыпты. Сонан әкем больницада жатып, үйде мен жалғыз боламын, маған қарайтын адам жоқ.
көршідегі үйге тастап кетіпті мені. Әкемді, шешемді, мынау Бесарық деген совхоз болып вақты, совхоз емес, ауыл болу керек. Сол ауылда бидай еге деген, шешемді сол күні бидай қалып кетіпті. Әкем больницада қалды. Сонан қорада 2 сиыр бар, байлау отыр. Сонан мені көршідегі үйге тастап кетіп, түнде сағат кешке таман сол 8-дің шамасында бір кісі келді. Қара кісі, бұрын көрген адам емес. Сенің әжеңді алып келем қазір деді. Әжемді бидай қалып кеткен тұғын. Сонан түнде сағат 12-ның шамасында ма шешемді алып келді. Сөйтсем, әкем біреу айтып барыпты, сенің қызың күйеуге кетіп қалды деп. Күйеу кім екен? Ол күйеу маған келсін, мен мына кілтті берейін, бала далада қалды деп, осы Тасмағамбет екен сөйтсе, сол кісіге кілтті беріп, мені тапсырса керек. Анау кемпірімді алып кел, балаға еге бол. Біздің үйге келіңдер десе керек. Алдында сол 3 күн бұрын ба апамыз осы кісіге тұрмысқа шығып кеткен екен. Прабабушку, ну что, она была домохозяйка, она не работала. Постоянно то Жалдасик родился, потом Жамалка, потом пошли, и все 6. А потом она крепко заболела. И в свои юные года, 36 на 37 году, она ушла из жизни. Оставила маленьких детей, абсолютно маленьких. Исмаилу тогда было всего-то 1,5 годика. Анам туралы айтсам, көп кісілер мені көргенде айтады, мамаңа ұқсайсың деп. Мамаң өте әдемі кісі еді. Өзінің әдемілігіменен, өзінің қонақжайлылығыменен, өзінің дастарханының молдығыменен осы елге таныған кісі еді дейді. Дастарханы әр уақытта дастарханы мол болатын тұғын деп осы көршілер айтады ғой. Енді осы анамыз кеткен кезде енді мен 5 класс оқимын. Бірақтан сол есімде қалғандары, осы халықтың айтқандары, осы айтып отырғандарымның бәрі осы анам туралы. Анама құсағымыз келеді бәрімізде. Суретіне қарап анамызды аңсаймыз. Бәку апамыз мінезі ақ жарқын, өз семьясына өте адал, беделді адам тұғын. Халық қонақ жай, дастарханды, ол кісі үйде барда, дастарханы өмір жиылмайтын кісі тұғын. Бейнет қорлау, жұмысқа осы жаңағы әгіреті кетін едік екеуміз. Кішкентай мотоциклдің астына мініп барып. Осы кешеге дейін, кеше өмірден өткенше, өз маңдай теріменен осы балдарды асырады деп айталам. 68 жылы 22 июньде мамамыз дүние салды. Содан бастап әкеміз әрі ана болды, әрі әке болды. Біреуден ілгері, біреуден төмен, кем қылмай әкеміз бәрімізді өсірді. Бәрімізге жоғарғы білім берді. Анамыз дүние салғаннан бастап бәріміз өзгердік, ойладық. Біз де осы жұрт қатарлы жүрер ме екенбіз, жұрт қатарлы күлер ме екенбіз деп. Жоқ, өмір екен ғой, өмір өзен деген осы екен. Бәрі осы әкеміздің арқасында міне күле де білдік, мінекей. Азамат болдық, мінекей. Әкеме басымды ем әр уақытта. Бәр балдары да осы, немерелері де осы әкесіндей болғысы келеді, атасындай болғысы келеді. Құдай қосқан қосағы болмағаннан кейін, ол мінезі шамал шатақтау, не деу болады ғой адам. Күнде адам жағдай бола бере ма? Әйелі болмағаннан кейін. Апамыз өте жас кетті, 37 жасында дүниеден озды. Смайыл, өсі күнгі шаңырағын ұстап отқан бала 2 жасар еді. Біздің осы әкеміз, шешеміз кеше көзі жойылғанша 77 жылға дейін соларға қол ұшын беріп, көмегін жасап, әйтеуір осы балдар ер жетсін,
деп әкеміз Таңкаман деген кісі 47 теңге ақшалатын еді. Сол жолдас оқып жүргенде сол 47 теңге пенсиясын соған беріп қойды. бір 1955 жылғы 23 маусымда бөгет құрылысы бітіп, жаңа арнаға су жіберілді. Ескі арна артынша 13 тамызда толық жабылды. Сонымен сол халық көп қой енді. Соның халық көп болғаннан кейін бұл платняның енді не істеу керек? Құрылыс жүргізу керек, үй салу керек. Сонымен осы Тасбөгетте құрылыс сал, үй салып, сонымен сөйтіп сол 48 жылға шейін үй салып, сонымен мынағынан жағай соғыстан пленге түскен япондар келді. Соның төменгі жағында үлкен бір құм бар еді, соған нәсілкеменен тасып жаңа япондар пленге келген ғой, плендер. Содан сол шамасы солар келгеннен кейін құрылыс үй салып, барақ салып, бәйте соның қалатын еді. Сосын енді нағылы бұра, енді бұл Тасбөгетті поселке не сайлау керек. Поселковый советтен председателін сайлау керек. Деп сонымен осы Тасмаға бір Батыршаев өзі осы жерлік жердің кісісі, мына жерақта Тасарық дейтін жер болған, біздің Тасбөгеттің жоғары жағында. Сонда туып өскен, жерлікті жер. Сонымен сол кісі осы Тасбөгет поселкесінің председателі болып, соны басқарды. Тәуелсіздік болып, 1-2 жылда істегеннен кейін бұл кісіні осы поселке дегі жаңадан келген гректеріміз бар, оралмандарымыз бар. Солардың бәрі осы ауыл ұйғарымменен бұл кісіні Тасбөгет төрағасы 50 жылы кеше сайлады. Оған дейін де біздің үйде отырды. Сонан кейін барып, бұл кісіге әкем, Тасмағамбет, сені халық мынау істеген жұмысыңды қадірлеп, мынау сені төраға сайлап жатыр, ауыл совет сайлап жатыр. Сен бір енді мына жерде отыра бергенше, солардан бір үй сұрап, ол сол кезде как раз өсіңгі мектептің 11-ші мектептің орнына соларда барақ салып атқан, сол барақтан 2 бөлме үй алды. Міне, тәкең осындай ұлы дарияны бөгіп, жаңа егін алқаптарына су жіберу сияқты Қазақстандағы тарихи оқиғаға куә болып, ұлы өзенді бұғалықтау қаһармандарының бірегей ұйымдастырушысы болған Абзал Жан еді. Алтын қақпатанған бөгет құрылысы біткен соң ұйымдастыру қабілетімен көзге түскен ол 1950 жыл аяғында Тасбөгет поселкелік кеңесінің төрағасы болып сайланып, бұл жауапты жұмысты 13 жыл атқарды. Мұнан соң 4 жылдай Тасбөгет құрылыс монтаж басқармасында кәсіподақ ұйымын басқарды. Бұдан кейінгі өмірін ол бірыңғай құрылыс орындарында өткізіп, мастер, прораб, геозидист тағы басқа жауапты жұмыстар атқарып, жастарға ақылшы аға бола білді. С Такеном мне пришлось много лет поработать. Первое знакомство это в 1963 году было. Вот с 1963 года мы до конца его жизни вместе работали и вместе жили. Жили тем более мы на одной улице, через дорогу, как говорят соседи. Как специалист, как работник ПМК-29, раньше Платинстрой организация была. За час приходил на работу раньше. Проверял участки, проверял, значит, ремонтные мастерские, где, что, ладится, не ладится. Всегда он находил время подойти к любому слесарю, к любому трактористу, бульдозеристу или экскаваторщику и решать вопросы. Решал вопросы не только производственные, но если у кого-то даже и случалась беда, все время он оказывал помощь через начальство,
через партийную организацию, профсоюзную организацию. Он оказывал помощь. Тәкең майдандағы және бейбіт кездегі жан қиярлық еңбектері үшін отан соғысы, құрмет белгісі орденмен, әлденеше медальдармен марапатталды. Бірнеше рет қалалық партия комитетінің мүшесі болды. Қалалық, аудандық кеңестердің депутаттығына сайланды. Осыдан ұлы отан соғысында ерен ерлік жасап, бейбіт кезде туған елдің гүлдену жолындағы жасампаз еңбектің туын көтерген жайсаң жан қазір ортамызда жоқ. Айналасын жүрек жылуымен иіткен, шаңырағын асылдығымен ажарландырған, ұрпағын ақыл парасатымен нұрландырған тұлғадан айырылу оңай болған жоқ. Тәкеңнің қарағайға қарсы өткен бұтақтай қайсар мінезіне әрі сүйсінуші едік, әрі именуші едік. Ол даңқ шыңның дарабозы болып өмір сүрді. Ол өмір артында қалған ұрпағы үшін халық жолында қалтықсыз еңбек етудің қастерлі өнегесі болып қала бермек. Как чекист-пограничник, өзімнің азаматтық міндетімді адал орындадым деп мақтан етемін. Міне жаңағы Құлақинаның... Тәкең Құдай қосқан қосағы Баку апаймен бірге жұбайын жазбай, өнегелі ғұмыр кешті. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, салихалы ұрпақ тәрбиеледі. Қыздың кішкентай Жібек қой, енді Жібек 63 жылы туған. Ол қазір Қостанайдың Лисаковскийінде тұрады. 2 баласы бар. Ол енді бизнеске кетті қазір Жібегіміз. Енді Смайлымыз болса, осы Тасбөгетте мұғалім. Смайлға да, Смайлен мамасы дүние салғанда 2 жаста туған Смайл. Смайлдың да көргені өте атасына істеген, әкесіне істеген жақсылықтары өте көп Смайлдың. Міне, анамның қайтыс болғанына 40 жылдан асты. Әкемнің қайтыс болғанына 5 жылдан асты. Содан бері қара шаңырақта мінекей Құран оқылып тұрады. Осы Смайлдың арқасында деп ойлаймын. Міне бәріміз де Смайлға көп-көп рахмет айтамыз. Айналайын Смайл әруақта мінекей әкесінің жасай алмай кеткен жасын жасап, әкесінің батасы 100-ге келсін дейтін тұғын. Сол сияқты мінекей Смайлымыз әруақта 100-ге келсін, бала-шағаларының рахатын көрсін, қосағымен қоса қарсын Смайлымыз. Немерелері, папамның немерелері, 21 немерелері бар. Шөбересінің қолынан да папам су ішіп кетті. Қазір 10 шақты папамның шөбересі бар. Шөберенің қолынан су ішкен пешке барады дейді. Мен атама шөберелерімді апарып алақанынан су ішкіздім. Мінекей сондағы көзінен мөлтілдеген жасты көргенімде мен өзім шыдамай қаншалықты осы қатты ер мінезді адам болсам да, сол кісіге деген осы уақытқа дейін жаңағы сыйластығымыз, сол кісіге деген сүйіспеншілігім менің әлде де болса жүрегімде сақталғанына өзіме өзім куә болдым. Екеуміз өте үлкен дос болдық. Енді Советтер одағының кезінде, мысалы, курортқа баратын кезде қойнына сақтап жүретін, жанынан бір сәт айырмайтын партбилетінің өзін тек қана маған сеніп тастап кететін. Арасында бір звондап, балам, менің тастап кеткен аманатым аман ба деп сұрап қоятын. Курорттан келіп, пойыздан түскен заматында күн босын, түн босын, келіп, сол партбилетіне жеткенше асығып, сол партбилетін алып кететін. Бұның өзі оғысының адалдығын, шыншылдығын, осы әр ісіне өзінің берілгендігін айыптайды. Соңғы несінде 29-да жұмыс істеп жүрген кезінде мен бір рет бардым жұмысына. Сол кезде бір есте қалғаны складта істейтін тұғын, ең пенсияға шыққаннан кейін бір жылдай ма, сол складта істедік. Сол складта кіргенде потолокқа дейін полный жаңа бушлар, пималар, етіктер, қолғаптар да, машина қолғаптар. Сексеуіл жаруға. Өздеріне айтқан, мен бір-екі қолғап алайын. Ойбай, тиме, қолғапқа тиме. Бұл бәрі үкіметтің заты, алуға болмайды деп. Мен қайтарып өтті, сосын үйге келсем, мен біледі ол сексеуіл жаратынымды. Сосын қалтасына жаймен тығыла кетті бір қолғапты. Мына баламда қолғапты ки, сексеуіл жаруға саған керек болады ғой деп. Сол кезде бір-ақ қолғап әкеп берген маған. Сол есте қалды да. Енді бір қызықты жағдай болған, келінім Ләззат, өзі барлығымызда орысша тәрбиеленгенбіз ғой, заманның талабына сай. Бір күні келіп, Мадин, бабушка, которая носила молоко, не будет теперь приносить, у нее корову утонула, дед. Атам отыр, мен отыр.
Как это корова утонула дедім. Сөйтсем жаңағы кемпірдің корова утонулысы сиыр суалып кетті, енді сүт әкелмеймін деген екен. Соны көпке дейін барлығымыз әңгімелеп қызықтап жүрдік. Сонан атамның айтатыны. Тағы басқа жерге қаралы болып сүт алып жүргенбіз, жаңағы үйдің коровасы утонулы болмап па, әлі сүт әкеле ме екен бізге деп. Сөйтіп күліп, әзілдеп сөйтіп отыратынбыз. Асқар Тау әке, ардақты ата бола білген Тасмағамбет Батыршаевтың мейірбанды келбеті, ашық ажары біздің санамызда тоқылып, жүрегімізде мәңгі сақталады.